Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Бүгін сіздермен зығыр тұқымдары, зығыр майы туралы айтамыз. Неге пайдалы екенін мен сіздерге айтып өтемін. Қараңыздар, көпшілігіміз білмейміз осы зығыр майдың неге пайдалы екен. Зығыр майда бүйтіп қараңыздар. Оның ішінде омега-3 бар, и Е витамині бар. Енді қараңыздар, Бұда көбінесе зығыр майы өте пайдалы табиғи, ол зығыр дәнінен алынады. Яғни зығыр дәні мынау болады. Құрамында ағзаға керек көптеген пайдалы заттар болады. Неге пайдалы? Көпшілігіңіз айтатын шығарсыздар, бұл неге пайдалы екен деп. Бұл әсіресе жүрекке пайдалы. Зығыр майдың омега-3 майы көп болады. Көріп жатсыздар бұны. Сосын қан айналымын жақсартады, холестеринді азайтады, жүрек ауруының алдын алады. Асқазан мен ішекке жақсы көмек береді. Іш қатуды, әсіресе көпшілігіміздің проблемамыз іш қату проблемасы. Іш қатуды өте жақсы алдын алады. Ас қорыту жүйесін жақсартады, ішекті кәдімгідей жұмсартып береді ғой. Әсіресе әйелдер денсаулығына пайдалы, гормондарды реттеуге көмектеседі. Етек-қыр циклын жеңілдетуі, қараңыздар, жеңілдетуі де мүмкін. Мен өзім көбінесе бұны етек-қыры циклы бұзылған кезде, және көбінесе қазір енді 40-тан асып жатырмыз. 40-тан асқаннан кейін климакс уже кәдімгі 4 айда, 3 айда бір климакс басталып кетеді ғой. Сол кездерде жүрсеңіз, кәдімгі уже ай нормаға келтіріп қояды. Қараңыз, климакс кезінде бұл өте пайдалы. Әсіресе нервный болып жүреді әйелдеріміз, климакс кезінде. Соған өте пайдалы. Өте көп пайдасын береді. Сосын қараңыз, мұнаны әсіресе біздер, зығыр тұқымдарыны біздер шаш түскенге, тырнақты көбінесе қыздарымыз өсіреді, сынып қалады, сол сияқты, соларға шаш түсіп гүлденеді ғой. Соларға мынау нені зығыр дәндерін қайнатып, соның несінің суыны қысып алып, ішінде шылымшық сияқты болады, кәдімгі шылымшық сияқты болады. Соны алып, шашқа кәдімгі бальзам, маска сияқты қылып жағастырып оны. Сөйтіп 5-10 минутқа не қоясыздар, пакетпен жауып қоясыздар, жауып 10-15 минуттан кейін уже кәдімгі жусаңыздар, шаштарыңыздың түбі қатты болып, әрі шаштарыңыз бар ғой, жұмсақ болады. Несі шаштарыңыздың ұшына дейін жұмсақ болады. Бірақ мынау бас бар ғой, кәдімгі бастың ауырғандары басылады. Сіздерге айтып өтейін. Ең осы нем керемет, сіздерге де пайдасы тисін деген мақсатпен айтып отырмын. Кейін бұл ең кереметі омега-3 бар дедік қой бұда. Омега-3 Е витамині болғаннан кейін бұл көбінесе иммунитетті көтереді. Көріп ғой? Ағзаны вообще күшейтеді, күшті кәдімгідей көмектеседі. Бұны қалай ішу керек? Ең главныйны мен сіздерге айтып өтейін. Бұны қалай ішеміз? Егер іш қату, асқазан бұзылуы, өттің толуы болатын болса, бұны біздер айранмен, домашний айран болу керек. Көбінесе бұны ішкен кезімде мен өзім үлкен қасықпен кәдімгі іше беремін, үлкен қасықпен кәдімгі іше беремін. Ал көпшілігіміз, мен де қызыма не қыламын, тіземі аша дейді. Негізі, егер іштеріңіз қатып қалған болса, іш жұмсартуға, асқазанды жүргізуге, бауырға, бауыр қатыланып қалады ғой, қатқанып. Сол кезге, бауырға май басқан кезге, өтті жұмсартуға өте жақсы пайдасын береді, айранмен қолданғанға. Егер климакс, әйелдерде климакс болады, мен оны миотымды дайындап қойдым. Бір қасық миотқа үлкен қасықпен зығыр майды қоясыздар, жақсылап араластырып, таң ертең ішесіздер бұны. Бұл таң ертең деппін ғой, кешке ішесіздер бұны. Кешке аш қарынға ішесіздер, содан кейін ары қарай тамақ жей бересіздер. Қараңыздар, мен сіздерге бірінші климаксқа не қылайыншы, әйелдерімізге. Қараңыздар, үлкен қасықпен бір қасық дедім ғой, енді кішкентай қасықпен, қараңыздар, сап-сары болып әдемі. Міне, тура 2 қасық болды. Кәдімгідей бұны араластырып,
Мен өзім қатты жақсы көремін бұл. Қараңыздар. Араластырасыздар да кәдімгідей. Кәдімгі миотпен араласқаннан кейін бұны зығырдың ащылығы да білінбей қалады да. Көресіздер ма? Кешке. Мен кеш болған кезде осыны істеп отырмын. Көбінесе қазір мен климакс қинап жүргеннен кейін әселмен ішіп жүрмін. Советую, егер іштеріңіз қатып жүрген болатын болса, айранмен обязательно. Қазір айранмен да қосып, мен сіздерге көрсетіп өтемін. Рахат қойып. Енді айранмен көрсетіп өтемін сіздерге. Қараңыздар. Просто бұны айранды көбірек қылсаңыздар да болады. Мен сіздерге просто көрсету үшін көрсетіп отырмын. Тура осыған істей береміз. Жаңа айтып өткенімдей, үлкен қасықпен бір қасық дедім, ә? Негізі мынаны толтырып құя бересіздер. Қазір бұны жұмыста қыздарға беріп жүрмін. Іші қатып жүрген қыздар бар. Күнделікті кешке аш қарынға ішсеңіздер, жақсы керемет нәтиже көресіздер. Бір апта ішесіздер, кәдімгі ішектеріңіз таза болады. Вообще күшті бар ғой. Ал сіздерге ем болсын, қолданыңыздар. Менің TikTok каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге өте пайдалы ақпараттарды беремін. Сау болыңыздар.